Бәріңіз сәлемдей, сендермен мен Ари. Бүгін біздер 5 факт рубрикамызды жалғастыратын боламыз. Алдыңғы бөлімде біздер ифрит туралы 5 факт айтқан болатынбыз. Бүгін біздерде зомби туралы 5 факт. Осы видеода көп лайк жиналса, әрине мысық туралы, әрине Майнкрафттағы мысық туралы 5 факт болады. Видео бастамастан бұрын сіздерге мен Момын деген арнаны ұсынғым келіп тұр. Олардан да достар сіздер кереметтей видео көретін боласыздар. Олардан да сіздер мен сияқты Майнкрафт қызық видеолар көретін боласыздар. Ол да тек қана бірақ қана видео, бірақ достар көп лайк жиналса достар жалғасын шығарады. Я достар, канал қызық болса, ссылка в описаниеда. Ендеше видеоға кеттік. Майнкрафтта 8 зомби бар, оның барлығы осылар. Пиглинді кәдімгі әлемде шақсақ, ол свино зомбиға айналып кетеді. Ал шошқаға найзаға айтылса, ол свино зомбиға айналады. Ал свино зомби порталда жүреді, және де ол осы мобтың үстіне мініп алады. Ал свино зомбидің баласы тауыққа мінеді. Кейбір кездерде хоглинға да мінеді. Пустыня зомбині сіздер ұрса, әрине ол сіздерден осындай қыпалады, және оны суда шығарсақ, ол кәдімгі зомбиға айналады. Ал кәдімгі зомби судасында жүретін зомбиға айналады. Жедел зомби осындай жерлерден пайда болады. A few moments later. Кәдімгі зомбидан осындай заттар шығады.